Хатудағы журналистиканы үш сөзбен сипаттасаң. Сапа, бәсеке, мүмкіндік. Эфирде View бағдарламасы, жүргізушісі мен Жырын Шалқарқызы. Бүгін бізде қонақта Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің бірінші курс студенті, Дилмар Республикалық шешендік өнер байқауының 3-ші орын иегері Ақерке Елемес. Қош келдің, Ақерке. Қош көрдік. Ең алғашқы сұрағымды неліктен дәл хату деп бастасам? Адам жалпы өмірде екі таңдау жасағанда қателеспеу керек деп айтады ғой. Бір жанр болса, екіншісі мамандық таңдау. Мен осы мамандық таңдауда қателеспес үшін ең алдымен өзім қай саланың маманы болғым келетінін анықтап алдым. Және осы саладағы ең бір үздік халықаралық деңгейдегі лауазымы бар университеттердің бірі хату екендігіне көзімді жеткізгеннен кейін осы университетті таңдадым. Жалпы осы Дилмар байқауына дайындалу барысында қандай қиындықтар болды және сол қиындықтарды қалай еңсердің? Жалпы Дилмар студенттер мен оқушылар арасындағы республикалық көлемде ұйымдастырылатын байқау. Биылғы студенттер арасындағы байқау 3-ші рет ұйымдастырылды және биылғы жүлде қоры 3 миллион теңге, оның демеушісі Атамұра корпорациясы. Дилмар байқауына дайындалу барысында маған кедергі болған ең бір қиындықтардың бірі деп айтсам болады. Қиындықтан гөрі қызық деген көбірек келетін секілді, өйткені мен өзім халықаралық журналистика мамандығында оқып жатырмын. Бұл мамандықтың барлық сабақтары дерлік ағылшын тілінде өтеді. Мұғалімдермен лекциямыз ағылшынша, жұмысын ағылшынша орындап келеміз және араласатын қыздарым, тобымдағы қыздардың өзі орысша сөйлейді. Сондықтан мен үшін ең алдымен қиындық болған нәрсе ол сайысқа жалпы дайындалудың барысы. Сайыстың өзі шешендік өнер байқауы болғасын, бұл жерде таза қазақша өтеді байқау. Сайыс барысында нақыл сөздерді, шешендік сөздерді, мақал мәтел деген секілді афоризмдарды қолдану керек кеңінен, өзіңнің тіл байлығыңды, көркемдік деңгейінің жоғарылығын көрсету керек. Осы тұста маған осыған дейінгі ақпараттарды есіме түсіру және жалпы сайыстың құрылымын қайтадан есіме түсіру, оны бойыма сіңіру, осы нәрсе қиын болды. Бірақ соған қарамастан енді 3-ші орынға ие болдық, абыройдан айырылмадық. Соған қарағанда еңбегіміздің жемісі осы шығар. Сен үшін шешендік өнер деген не және ол сенің тұлғалық дамуына қалай әсер етеді? Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды. Надандықтың белгісі өзін өзі алдайды, көкірегі соқырға өмірінде таң атпайды. Шешендік сөзі шын асыл қап түбінде жатпайды деген екен. Мен үшін шешендік өнер ең алдымен Дилмар үйірмесінде мен таныстым шешендік өнермен. Дилмар үйірмесі менің өмірімде алатын орны зор, ол менің екінші отбасым деп айтсам болады. Ал нақты шешендік өнердің не екеніне келетін болсам, ол ең алдымен адамның қазақ бекер айтпайды ғой, сөз қадірі өз қадірім деп. Адамның сөйлеу деңгейі, сөзге деген, тілге деген құрметі қандай деңгейде болатын болса, менің сол адамға деген құрметім де сондай деңгейде. Сондықтан шешендік өнер ол ең алдымен адамның қоғамға өзін қалай таныстыруы, өзін қалай ұстауы және әдеп пен әдемілік, бәлкім тәрбие мен тағылымның айқын бейнесі. Тағы бір байқағаным, сен Инстаграм парақшаңды белсенді жүргізеді екенсің. Жалпы ол сенің өміріне немесе оқуына кедергілер келтірмей ме? Менің ниетім Инстаграмды жүргізудегі жалпы медиа саласының адамы болғасын, қазірден бастап өзімді осы медианың түрлерімен, яғни жазба мәтінімен және бейнені өңдеумен, суреттермен жұмыс жасауда өзімнің тәжірибемді жинау мақсатында жүргізіп жүрмін парақшамды. Ақерке, әдемі әңгіме өрбіткеніне көп рахмет. Саған сәттілік тілеймін. Сыр сұхбаттың қонағы болғаныма мен де қуаныштымын. Сіздерге де рахмет. Ендеше құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Жырын Шалқарқызы. Келесі кездескенше.